Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге салмасы өте ерекше, дәмі керемет болатын чебурекидің рецептін көрсетем. Алдымен бөлме температурасындағы 200 грамм суға шай қасық тұзды қосып, араластырып, орташа тығыздықта қамыр илеп алдым. Қамырды пакетке салып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін жуып, тазалап, ұсақтап турап қойған жусайдың үстіне жұмыртқаны қосып, татымына қарай тұз қосып, әбден езіп, араластырып, салмасын дайындап алдым. Енді қамырын жаятын боламыз. Онды сеуіп отырып, қамырды иінін қандырып, әбден илеп алып, бірнеше бөлікке бөліп алдым. Одан кейін қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып, ешқандай жыртылып, жабыспайтын болады. Арасына салмасын салып, жан-жағын шаншқымен барлығын бүріп дайындап алдым. Одан кейін міне қызып тұрған майымызға екі жағын аударып отырып қорып, чебуреки дайындап алдым. Міне сырты қытырлаған, дәмі өте керемет чебуреки дайын болды. Ас болсын.